Жыл басына таласқан хайуанаттар. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Жылқы: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылымнан арқан жібесет, адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын дейді. Сонда түйе оған: сен адамның жұмысын қылсаң, құлқының үшін құл болдың. Мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп сен сияқты арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан жеп, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де шыдап жүре беремін. Жылбасы болу маған лайық дейді. Сиыр тұрып: адам егін ексе, жер жыртса мен керекпін. Олар сүтімді ішеді, құрт майымды жейді. Жылбасы болу маған лайық дейді. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімнен киіз басады, жабағымнан киім тігет, арқан жібесет, сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ деп қой шығыпты. Сонда ит: мен болмасам, сендердің бәріңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Сендердің баршаларыңды көзден таса қылмай бағып жүрген бақташымын. Дұшпан көрсем, үріп, абалап, иеме хабар беремін дейді мақтанып. Әтеште қарап тұрмай: жыл басы болуға мен лайықтымын. Мен болмасам, адам ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп хабар беремін. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп ескертемін дейді. Тышқан не айтарын білмей сәл тұрады да, бір қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық. Кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын. Барлық жануарлар тышқанның сөзін қоштап, жылды қарап тұрады. Түйе бәрібір менен бұрын ешкім көре алмас деп өзінің бойына сенімді болады. Біраздан соң тышқан жорғалап, білдірмей түйенің үстіне шығып, өркешіне мініп алады. Біз көреміз деп таласып жатқан хайуандар ең биікте отырған тышқанға мән бермейді. Сөйтіп, ең биікте отырған тышқан айласын асырып, жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Ал түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.